Сәлеметсіздер, бұл сабақта біз C# тіліндегі while, do while'дармен танысатын боламыз. Енді while мәлім бір шарт орындалған жағдайда соның астындағы код блогын орындайды. Яғни осы ұлы жақшаның ішінде орындайды. Ал енді do while болса, алдымен бір рет осы do'дың астындағы ұлы жақшаның іші, яғни осы код блогын орындайды, сосын барып шартқа қарайды. Енді екеуінің айырмашылығы, мынау алдымен орындап көріп шартқа қарайды, ал while болса алдымен шартқа қарап, сосын барып орындайды. Ал енді бұлардың қашан аяқтайды дегенде, осы шарт орындалмағанға дейін жалғасады. Шарт орындалмай қалған кезде осы аяқтайды. Енді біз нақтылы мысалдармен көрсетейік. Біз алдымен int number тең 1 деп бір айнымалы шамалайық. Сосын барып біз while осыған шарт жазайық. Number кішкене 10-нан болса. Сосын барып соның астындағы код блогы орындалсын. Осы арада біз number'ды көрсетейік. Енді қараңыз, біз жаңа айтып өттік, while осы шарт орындалса, онда соның астындағы, соның қасындағы мына код блогы орындалады дедік. Яғни қазір number'дың мәні 1, 10-нан кіші, осы код блогы орындалады. Енді біз көрейік. Бұны көрсек, міне бізге үздіксіз 1 деген мәнді көрсетіп жатыр. Үздіксіз басып шығарып жатыр. Енді бұл деген сөз, бұда қазір аяқтасатын шарт жоқ. Енді number'дың мәні әрқашанда 10-нан кішкене. Сондықтан бұл үздіксіз осының ішін атқарады. Енді бұған біз бір шарт қосалық. Бұл әр жолы number тең number қосылған 1 дедік. Яғни әр жолы өзінен бір сан артып отырсын. Енді біз мынаны қысқартып былай жазатынбыз. Қысқартып number қосылған тең 1 деп жазатынбыз. Одан да қысқартып біз number қосылған 2 қосылған жазатынбыз. Яғни number'дың мәні әр жолы 1-ден артып отырсын деп. Біз көрейік. Қарасаңыз, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дейді, содан кейін аяқтасты. Яғни number'дың мәні 10 болған кезде шарт 10-нан кіші деген шарт орындалмады, сосын барып мынаның астыңғы жағына кетіп қалды деген сөз. Енді біз осы ең астына number'ды көрейік. Number'дың мәні қанша болды? Міне 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 number деген number'дың мәні 10 деген сөз. Сонда мына шарт орындалған кезде осы арада орындалды. Ал енді шарт аяқтасқан соң біз былай қарай кетіп қалдық. Енді бұл while'дың қолданылуы. Ал енді егер біз while'ға мынаған number'дың мәні 10 десек, онда while'дың іші орындалмайды. Number'дың мәні 10 деп шықты. Мына шарт орындалмайды, сондықтан осы астындағы код блогы орындалмайды. Ал енді do while'ға келсек, do while деген біз мына ұлы жақшаны алып, do'ды жазып, сосын осы араға ауыстырсақ болған. Содан кейін мына арада нүкте-нүктемен аяқтасады. Енді қарайық, do while'дың ролы алдымен осыны бір рет атқарады. Осы do'дың ішін орындайды, сосын барып шартқа қарайды. Содан кейін аяқтасады. Біз көрейік. Енді мынаның мәнін қазір 10 деп бердік. 10-ның шарт бойынша 10-нан кішкене емес, яғни шарт орындалмайды. Міне 10 деп бір рет мынадан басып шығарды. Сосын барып number'дың мәні 11 деді. Яғни мына арадағы код блогы бір рет орындалды. Мына жерде 10 деп көрсетті, сосын барып мәні бір рет артты. Содан кейін барып мына шартқа қарады. Одан кейін аяқтасты. Енді жаңағы while мен do while'дағы айырмашылық сол. Мына do алдымен бір рет атқарады, содан кейін барып шартқа қарайды. Ал енді while'да алдымен шартқа қарайды, сосын барып атқарады деген сөз. Енді біз алдыңғы сабақтағы мысалдармен бірлестіріп бір мысал істеп көрейік. Біз алдыңғы сабақта console write line деп бір нәтиже сұрағанбыз. Сосын string input
input value cancel read line. Содан кейін біз int result тең int parse сосын дегенбіз. Біз осылай түрлендіргенбіз. Одан кейін барып астына жазғанбыз. Енді біз ол кезде жаңағы try catch'ке аламыз. Және де ұқсас catch exception exe қателік шығатын болса, біз ескерту беруіміз керек. exe message, яғни ескерту беруіміз керек, бірақ бұл жолы аяқтастырмаймыз. Енді біз алдыменен result'тың мәнін сыртқа шығарайық, -1 деп жазып алдық. Ал одан кейін мынаны try'дің ішіне жазалық. Енді мына жерде және де ұқсас, егер result нөлге тең немесе кішкене болса, онда throw new exception, сосын жерде нәтиже нөлден кіші болмасын дейік. Ал енді екінші жағдайда result егер 5-тен үлкен болса, нөлден кішкене болса, 5-тен үлкен болса, 5-тен үлкен болмасын дедік. Ал одан кейін мынада result'ты біз алдында анықтап кеткенбіз, сондықтан мынадағы INT'ді алып тастаймыз. Енді біз өзгеріс енгізейік. Енді осының сыртына while деп жазалық. While result егер result'тың мәні нөлден кішкене болса, немесе result'тың мәні нөлден 5-тен үлкен болса, онда үздіксіз осы while'дың ішіндегі кодты атқарсын дейік. Яғни осыны атқарсын дейік. Енді біз мынарада егер қателік шығатын болса, осы catch'тың ішіне кірсе, біз result'тың мәнін қайтадан -1-ге тең деп тасталық. Яғни осы арадан қателік шықса, мынараға келетін болса, біз қайтадан -1 деп тастасақ, бұл қайтадан осы шартты қанағаттандырады, қайтадан кіргізуге мүмкіншілік бар. Біз көрейік. Енді нәтиже дейді. Егер нәтижені біз 7 десек, онда бұл қайтадан сұрайды. Нәтиже 5-тен үлкен болмасын дейді. Қайтадан біз -2 десек, онда нәтиже 0-ден кіші болмасын дейді. Қайтадан сұрап отыр нәтижені деп. Ал енді егер біз мынандай әріп жазып тастайтын болсақ, онда мына жерде input string was not in current format. Мына формат үйлеспейді дейді. Бізге қайтадан нәтижені сұрап тұр. Біз егер 3 десек, онда қалыпты түрде аяқтасады. Енді осының астына қарай қалған өзіңіздің мына логикаңыз бойынша жаза берсеңіз болды. Алдыңғы сабақтағы сияқты switch арқылы үздік, жақсы, нашар деген бағаларды талдау жасап кетуге болады. Енді дұрыстап түсіндірейік. Не үшін біз мына арада -1 деп алдық дегенде, бұл бірінші рет осы араға кірсін дедік. Яғни -1 десек, осы шарт қанағаттанады. Біз басқа да жазуға болады. Осы шартқа қанағаттанбайтын кез келген мәнді жазсақ болады. Мақсатымыз бірінші рет осы кодтың ішін атқару. Ал осыған кіргеннен кейін біз try catch арқылы талдау жасаймыз. Егер осы арада қателік шыққан жағдайда біз result'тың мәнін қайтадан осы қанағаттанатын мән береміз. Яғни 0-ден кіші, 5-тен үлкен мән береміз. -1-ді бердік. Содан кейін бұл қайтадан осының ішін атқарады. Содан кейін осы шарт қанағаттанғанда, яғни біздің result'ымыздың мәні 0 мен 5-тің арасында болғанда, мынау шарт орындалмайды. Сосын бұл while'ымыз аяқтасады. Аяқтасқаннан кейін мына result жүреді. Біз көрейік. Біз 8 десек, бұл жаңағы 5-тен үлкен болмасын дейді.
жазсақ 0-ден кіші болмасын дейді. Егер біз 3 деп жазсақ, онда нәтиже тең 3 дейді. Енді сонда біз мына шарт қанағаттанбаған жағдайда, осы шарт қанағаттанбаған жағдайда мына while'ды аяқтасып, біздің нәтижеміз көрсетіп беріп отыр. Енді бұны біз do while арқылы да істеуге болады. Do while арқылы істеу үшін алдымен біз мына код блогын көшірейік. Сосын do деп жазалық, сосын барып осы код блогын чатталық міне. Жапсыралық міне. Енді мына арада нүктелі түрмен аяқтастырамыз. Енді қарайтын болсақ, біз бұл арада енді result'тың мәнін не деп беруменен өте қатысы болмайды, өйткені мына бірінші рет атқарып көреді. Біз result'тың мәнін не деп берсек те болады. Мысалы, result'қа мән бермей қойсақ та болады. Өйткені мынау алдымен мына код блокты атқарады, input value'ды алады, сосын барып result'қа мән меншіктейді. Одан кейін барып мына арада шартқа қарайды. Енді міне қараңыз, нәтиже 8 десек, 5-тен үлкен болмасын дейді. -9 десек, 0-ден кішкене болмасын дейді. Біз 4 деп жазсақ, нәтиже 4 дейді. Енді бұл сол while мен do while'дың айырмашылығы.